Арина. Я бағана айтып едіңіз, Айза жобада неге отыр деп қатты сол нәрсе былай әсер етіп кеткен сияқты. Түсінбедіңіз ба? Жарайды. Түсінбедім. Ойыңыз осы жақта ма? Иә. Үміткер қабылдауға дайынсыз ба? Иә, дайын. Жүрек бос? Бос. Жігіт жоқ? Жоқ. Ешкім мазалап жүрген жоқ? Жоқ. Күліп жібергені ше? Жоқ, жоқ. Жоқ, кішкене қызарып қалдыңыз. Жоқ, жүрек бос, бәрі үміткерді шақырайық. Шын ба? Ныдан басталады дейді. Ны? Кім? Тағы да Нұрдәулет пе? Нұрдәулет қойсаңызшы енді болды, ұялсаңызшы. Жоқ, Диана ханым. Ұят емес пе? Нефтема мен кіріп кеттім ғой. Бәсе үміткерлерді қайтара бересіз, осы жақта қыздардың басын қатырып жүр екенсіз ғой сіз. Жоқ, Диана ханым, бір негізі Диана ханым шымылдық ашылады ғой. Сол кезде жүрек тыз етсе, ол бір нәрсе болады деген сөз да. Жүрек тыз етпесе, сразу ол жерде енді... Жандос, неге микрофонды алдыңыз? Жоқ, просто кеше мен... Жоқ, просто мен кеше Диана ханым Аринаның жанында отқан кезімде, Арина өз айтқан болатын. Негізі маған осы қатысушылардың арасында сезім Нұрдәулетте деп. Үйді сөз айналдырма! Үйді сөз айналдырма, Диана ханым өтірік айтып жатыр. Жоқ, маған шынымен Нұрдәулет адам ретінде ұнайды деп айттым, но мен жақсы көремін деп айтқан жоқпын ғой. Как жігіт ретінде болды да, мен... Жоқ!